Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі дәмді, өте тойымды асқабақтан булочка әзірлейтін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен асқабақтан пюре әзірлейміз. Асқабақты осылай кесіп, 180 градуста жұмсарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің асқабақтарымыз дайын болды. Енді бұл асқабақтар ыдысымызға салып, миксермен езіп пюре әзірлейтін боламыз. Егер сіздерде планетарный миксер болмаса, вилканың көмегімен, яғни шанышқымен езіп алсаңыздар болады. Пюреміздің арасында түйіршіктер болмау керек. Біркелкі болғанша жақсылап миксерлейміз. Енді аппарат дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, қант және дрожж, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, біркелкі болғанша араластырып, бетін жауып 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді үлкен ыдысымызға жұмыртқа, тұз, қант, дрожж, яғни ашытқы, ерітілген сары май және алдын ала дайындап алған асқабақтан пюремізді саламыз. Алдын ала дайындап қойған аппарамызды салып, үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Енді осы қамырымызды пакетке салып, 2 сағатқа жылы жерде тұру қажет. Міне біздің қамырымыз ашып дайын болды. Өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Енді осы қамырымызды тараздың көмегімен 100 граммнан пышақтың көмегімен бөліп алатын боламыз. Видеоның толық рецебін видеоның астына описанияға тіркеп жазып кетемін, сол жерден көре аласыздар. Бөлшектеп алған қамырымызды дәл видеодағыдай домалатып, пергамент қағазын формамыздың үстіне төсеп, осы дәл видеодағыдай етіп қойып шығатын боламыз. Енді бұл булочкалардың бетін 1 сағатқа жауып қоятын боламыз. Міне біздің булочкаларымыз 2 есе үлкейіп, томпақ болып шықты. Енді жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, булочкаларымыз бетіне жағып шығатын боламыз.
Булочкаларымыздың бетіне мен асқабақтың дәнегін қойып шықтым. Сіздерде егер дәнегі жоқ болса, кунжут сепсеңіздер болады. Енді осы булочкаларымызды духовкаға алдын ала қыздырып 180 градусқа қойып 30-35 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер осы рецептпен. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Алдыңғы уақытта осындай керемет тегін мастер-класстарымды, хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, арнама міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.